мен Ернар. Қазақтың қарапайым баласы. Менің күнделікті өмірім осы. Бір күнім бір күніме ұқсас. Алайда, мен әр күнім әр түрлі болса екен деп армандаймын. Дәл осылай күндерім өтіп жатқанына көңілім толмайды. Анам таң атпай жұмысқа кетеді. Үйде жалғыз өзім ғана қаламын. Қош, сен күніге үйде бір өзің қаласың ба? Маман азанға кешке дейін жұмыста екен ғой. Саған рахат, Ол маған мүлде рахат емес. Мен қызықты орта тақпым келеді. Менің жалғыз ғана досым бар. Ол Тоға. Досым, кеттік ба балыққа? Қайдағы балыққа? Сол, мен тынықтырып балық аулап қайтпадық па? Тоға, қаланың қақ ортасында жұмыс ғой. Қайдан балық ауламақшысың? Кем саған қаладан аулайық деп жатыр. Осы жерден 20 километр жерде мощный жер бар. Су деген, балықтары мынандай. Сенің өзінен Қожадағы Сұлтан есіме түседі. Қалай бармақшысын айдалаға? Батяның машинасын айдап шықпайын ба? Бір баласынан машинасын аяса, не үшін батя ол? Мен режиссер болуды армандаймын. Бір жапырақ қағазбен қалам, менің досым. Өзім үйде жалғыз кезде сценарий жазам. Ақ қағазға қарап отырып ұзақ ойнам. Диана, мен саған қанша рет айттым, олдындарға көмектесудің керегі жоқ деп. Енді мен түсінші, басқа мүмкіндігім болған жоқ. Басқа не істеймін? Мына сенің жасаған жақсылықтарыңды ертең ақ ұмытып кетеді, көрерсің. Ұмыта берсін. Мен жақсылықты қарыз ету үшін жасаған жоқ. Мен сені мүлде түсінбей тұрмын. Түсінсең де, түсінбесең де сол. Текстің басқаша еді ғой? Той, қандай еді? Стоп. Жақсылап дайындалып алыңдаршы алдымен. Тексті адам деген басынан аяғына дейін қайталайды ғой. Түсір де бермей. Сендер түсіре беріп, қолыма ұрып кетті уже. Өзің қарасаңшы, мен дайынмын ғой. Мына ғой шайып тұрған. Өзіңе қарап алша. Сен ғой шайып тұрған. Екеуің де жетісіп тұрған жоқсыңдар. Есей, тез дайындалыңдаршы. Шашкам келіп тұр. Сен де шайше бересің, Мен әжемнің қызымын. Екеуміз үнемі шайшеміз. Сол әдет болып қалған ғой. Шайшпесем басым ауырады. Сәлем. Менің есімім Зейнеш. Мен болашақта тележүргізуші немесе актриса болғым келеді. Плутон? Мен дұрыс тұрмын ба? Қан көрейінші? Все, хватит уж, көрмей ақ қойшы. Үйге барып көресің. Енді көрейінші. Барынша әдемі болып шығу керек қой. Мен мұны Алматы қаласындағы кастингке жүрмекшімін. Посмотри. Бірақ уже мен телефоным заряд өліп жатыр. Еще раз түсіруген. Не знаю. Мамаға айтамыз ба? Нақты білмей тұрмын ғой. Олар не үшін түсіріп жатыр бұл видеоны? Киноға түсіп жатқан жоқ па? Құмашы, киноға осылай бір-ақ адам түседі дейсің бе? Мамаға тек әпке бүгін саябақта бір нәрсе түсірді деп. Құмашы, мама сосын әпкеге тағы да ұрсады. Әпкенің көңіл-күйі түсіп кетеді, мен оны қалап та тұрған жоқ. Онда екеумізді Маевкаға апарсын, әйтпесе мамаға айтамыз дейді. Ол Маевкаға осың тастармен барады ғой? Қайтейін, сонда да апарсын. Мен сынып Маевкаға шықпайды. Хотя солармен барып қалайықтан. Қойшы, не істейсің үлкендердің арасында? Қойшы, саған сөзім жоқ. Жарайды, кеттік. Қайда? Балмұздақ жеп қайтамыз. Әпкеші. Қайтадан келеміз ғой. Мына жерге қарасай, түрім апаларский болып қапты. Что қазір апаларский болып тұрған жоқ па? Не дедің? Еш нәрсе, басына түсірекші. Апам домой деп сказала. Жарайды. Қалай шашесіңдер осы күннің ыстығында түсінбеймін сендерді. Сен шайдың рахатын білмейсің ғой. Шайшпесек басымыз ауырады. Әсіресе шайды шоколадпен ішсең күшті. Әлде тортпен. Жоқ, мен ешқандай намек түсінбеймін. Торт та, шоколад әкеп бере алмаймын. Бүгін не істесек болады? Сол бірінші жақсылап тұрып, қарын тойдырып алайық. Ана жерде мощный квас бар, самсамен зор кетеді. Оны айтпаймын. Бір ғана нәрсемен шығармашылықпен айналысу керек еді. Өзім үшін кино түсіп дегендей. Болды. Біз кино,
кино дегендерге жоқпыз ғой. Бірақ қанша төздер бағанда зор болады деп тай. Көшіш кеттік. Сообщение. Сәлеметсіңдер ме, құрметті біздің Қаратау мектебінің оқушылары. Ертең мектебімізде елімізге танымал актермен кездесу кеші өтеді. Соған барлықтарын түгел шақырамыз, кешікпей келіңдер. Сендерге айтатын тамаша бір жақсы жаңалығымыз бар. Қызық. Қандай актер келеді екен? Маған да қызық. Не айтады екен? Не көрсетеді екен? Осы жердің шайы күшті, иә? Иә. Сіз ішіп, бағана видеоны түсіріпсіздерші. Сөздерін жаттадыңдар ма? Иә, жаттадық қой. Жесе шолай. Жақсы болды ғой. Ертең міндетті түрде келуім керек. Саған үйдегілер ұрыспайды ма? Сен айттың ғой? Маған үйдегілер актриса болуыма қарсы деді. Иә, қарсы. Тіпті менің актерлік шеберлік үйірмесіне барып жүргенімді білмейді. Анам Айбат пен Айбаланы мен аңдысыз қуып қойған ғой. Неге соншалықты қарсы сен актриса болуына? Мен түсінбеймін бар ғой, таң қалам. Не понимаю. Көзінде білмеймін. Қой, қайтты ғой. Балмұздақ жемесең түсіңе кіреді, жесең сақындыға түсіңе тиеді деген осы да. Түсім қақсап кетті. Енді асықпай жесейші өзіңде. Мынандай күн суықта тез жеп қоймасам, коктейль болып кетейін деп тұр ғой. Иә, бірақ. Мына жақ онша емес қой. Айбат? Айбала? Тағы да сендер ма? Жоқ, біз емес. Ой, иә, біз. Әпке, біз жай балмұздақ жеп жүргенбіз. Иә, білем. Анамыз айтты ғой, иә. Мен ешқандай актерлік шеберлікке барып жүрген жоқпын. Жай досымен видео түсіріп жүргенбіз, иә? Привет. Менің атым Плутон. Немене? Ағашта туғансың ба? Плутон, это мой псевдоним. Шын атым Темірбек қой. Күшті танысқанымызға қуаныштымыз. Бол, қайтты ғой. Ну, пока, удачи. Ертең актермен кездесуге кешікпей, Иә, қайдағы кездесу? Ертең ағылшыннан курс. У нас завтра же ағылшын да. Ағылшын. Oh, yes. Иә. Hello, what's your name? Oh, yes. Perfect. Oh, good. Жақсы. Ертең ағылшыннан курс. Ағылшыннан курс. Ағылшыннан. Родной, айттым ғой осы жердің пласы мощный деп. Анау билетте батялармен келгенбіз. Күшті екен. Бірақ маған ертең не болатын кездесу қызық болып тұршым. Не айтады екен, не актерға айтады екен. Оныңды білмедім досым. Біз актер дегенге жоқпыз ғой біз. Қызым, сен не істеп жүрсің? Бүгін саябақта қандай видео түсірдің? Жай досымен қызық видео түсіргенбіз. Әке, ол бір видеоға сценарий жазып жүр. Иә, Зейнеш әпке саябақта бір досымен видео түсірді. Соған үнемі сценарий жазып жүреді. Айбат, саябақта видео түсірген неге айтып бердің? Өзі ғой маевкаға апарасын десем жоқ деген. Ой, жынды. Айбат, Айбала, сендер бөлмелеріңе бара қойыңдар. Жарайды. Ол 2 рет видео түсірді. Бара қой. Қызым, актриса болам деген ойыңды өзгерді. Мен оған рұқсат бермеймін дедім ғой саған. Сонда мен қалауым ше? Қызым, сен біздің айтқанымызды жасасаң қателеспейсің. Қазір сен енді есейдің, бой жеттің. Қиялдап жүре бермей, жөні түзу бір мамандық таңдауың керек. Бірақ актриса болудың несі жаман? Тым болмаса журналист, тележүргізуші болғым келеді. Болды, қысқарт. Қысқарт болды. Мұғалім боласың? Болды. Бірақ, мам, пап, мен өте болды. Бұл тақырып біздің үйде енді талқыланбасын. Ұқтың ба?
сосын сен осы анау түстен кейін ағылшын курсына бармай актер шеберлігі үйірмесіне барып жүрген жоқсың ба? Жоқ. Барып жүрген жоқпын. Рас айтасың ба? Иә. Ертең бармайсың үйірмеге. Үйде бол, ертең маған керексің. Неге ертең? Бірақ мен де ертең курста... Болмаса апайымның номерін берші, маған өзім сұрап аламын. Жоқ, жарайды. Өзім сұранам. Қайда барасың? Осы сен тым қатты кеткен жоқсың ба? Ол қазір өтпелі кезеңде жүр дегендей. Ештеңе етпейді. Керісінше сол актриса болам деген ойынан арылту керек бұл қызды. Қызым-ай, қызым-ай. Актриса бола қой десем, сен ғой баж-баж етіп болмайсың деп шығасың. Мұғалім болады. Актриса болмайды. Жөні түзу мамандық таңдау керек қой адам деген қазіргі заманда. Әкел, шай ішесің ба? Саламатсыздар ма? Ал, қайырлы күн, құрметті оқушылар. Кеше өзім айтқандай, бүгін мектебімізге, елімізге белгілі театр және кино жұлдызы Дәурен Жұмаділов ағаларыңыз ортамызда. Дәке, қош келіпсіз Қаратау мектебіне. Рахмет. Қалайсыздар, балалар, жақсысыздар ма? Жақсы. Бәрің болашақта бәрің актер, актриса болғанын кеп жүр екен ғой. Иә. Ай, мен өскенде режиссер болғым келеді. Жарайсың, дұрыс, ниетіңе жет. Бірақ режиссер болу үшін не керек, білесің ба? Режиссер болу үшін адамға ізденіс керек. Үлкен ой керек, көз керек, кругозор керек. Соның бәрін бір иыққа қамти алатын болсаң, сізден жақсы режиссер шығады. Батыл қадам жасаған екенсің, мақсатыңа жетті. Керемет. Жалпы енді менің келген себебімді айтайын. Осы біздің қалада жақында не болайын деп жатыр. Туған жерім көрікті мекенім атты балалар арасындағы деректі фильмдер байқауы болайын деп жатыр. Соған сіздерді шақырғалы жатырмын. Байқау? Сонда әпке осы киноға түсейін деп жатыр ма? Білмеймін, өзім де түсінбей отырмын ғой. Ол киноға түспекші деймін. Мүмкін солай шығар. Ой, қойшы, тыныш отыр. Мұқиятыңда болуым керек. Ағай, ол фильмде міндетті түрде бір команда болып түсіру керек пе? Әлде жеке түсірсек те болады ма? Енді ол өзіңнің қалауың. Егер сіз өзіңіз жеке түсіре аламын деп түсіріп алып келсеңіз, олай да болады. Командамен түсірсең де болады, өз қалауың. Ағай, фильмнің ұзақтығы қанша уақыт болу керек? Орынды. 10 минуттан асырмаңыздар. У меня вопрос. Видеоны проф-камерамен түсіреміз ба, әлде смартфонмен түсіруге можно? Бұл да жақсы сұрақ. Енді балалар қараңыздар. Мүмкіндік болса, жақсы качествомен камерамен түсіріңдер. Өйткені, кім білет, бас жүлде алып қалсаңыздар, біз республикаға жариялаймыз. Телеарналардан көрсетуіміз мүмкін. Соған өздеріңізге жақсы болады ол. Качество жақсы болған өздеріңізге жақсы. Ағай, мен бір сұрақ қойыншы. Ол видеоны түсіріп қайда жібереміз? Мұна директор ағайыңа жібересің. Маған жібересің. Мен директор ағайларыңа келіп, өзім әдеміліп, көшіріп, сарапшыларға апарып, саралап, байқауда біз жеңімпазды анықтайтын боламыз. Түсінікті ма? Иә. Онда сәттілік. Жақсы, сізге сәт. Жақсы. Сау Мен армандап жүрген сөз қоймын. Болды. Енді керемет дүние түсіру керекпіз. Оны немен түсіреміз? Менде әкемнен қалған видеокамера бар. Сонымен түсіреміз. Камера бар. Ал оны кім түсіреді? Сен? Жоқ. Мен видео түсіре алмаймын. Баня жақ десең жақ берейін. Машина айдап шық десең айдап шығайын. Бір күшті керемет жерге апар десең апарайын. Бірақ видео түсіре алмаймын. Қолым түкеметтен десей. Айбей, сен сонда не, адамдардың қабілетін не, видео түсіруме өлшейсің ба не? Қош, кейін не істесек болады? Мына бізге күшті мүмкіндік сияқты, күштілеп түсіріп жеңімпаз болуға біз лайықпыз, иә?
Біз? Қайдағы біз? Мен сендермен бір команда болуға келіскен жоқпын. Бүркіт, сен бізге керексің? Өте монтаж жұмыс жасайды, актер болып түседі. Жоқ, мен өзім жеке түсірем. Сендермен бір команда болмаймын. Өзім жеке түсіріп, бас жүлде алам. Онда өткенде көргенімді мамаң мен папаң айтып берем. Әзіл ғой ол. Таза екен ғой мынау. Ойын ғой ол ашын. Қажет түсіреміз. Диана, Бүркіт не істеген? Ештеңе кейін айтып берем саған. Вот это мүмкіндік, понимаешь? Сначала хороший фильм түсіру керек, сосын бас жүлде алсақ, приз аламыз. Ну, классно же. Иә, өте керемет мүмкіндік. Бірақ мен қатыса алмайтын сияқтымын. Неге? Мен мына кездесуге де әрең келдім. Бізді байқап қалған жоқ па? Білмеймін. Мынау актермен кездескен мамаға айтамыз ба? Апке жаңа көрген фильмге түседі ма екен? Білмеймін. Да ұзын сар видео түсіруші қой. Сомен түсетін сияқты. Ана Юпитер ман. Плутон ғой оның аты. Әйтеуір аспанда ғой. Әрең келгеннес? Маған анам бір нәрсе біліп қойғандай. Мен курсқа жібергісі келмеді. Сондықтан бір-екі үй шаруасымен көмектестім, анам тынығып, ұйықтап қалған кезінде үйден қашып кеттім. Бір қорқып тұрғаным Айбат пен Айбала көріп қоймадым екен. Байқатпай шығып кетуге тырыстым. Көрмей қалды олар. Сенеш? Мен что-то көрмей қалды деп ойламайм. Неге? Мен біттім. Енді мүлде түсе алмайтын сияқтымын. Өзім режиссер болсам, маған енді видео түсіретін адаммен актер актриса қажет. Бүркіттер домына қосыла салсақ қайтеді? Жоқ, өзіміз түсіреміз. Бүркіттермен бір команда болмайын. Себебі оның аяқтың шалу тәсілдерін көргенмін. Досым, видео түсіруді анау Марс қайтып көрейік та. Тағы қасында бір қыз бар, соны актриса қылып аламыз. Досым, ақырымыға қонды нәрсе айттың. Бірақ оның аты Марс емес, Плутон. Бопты ғой, әйтеуір аспанда ғой. Кеттік. Туған жерім көрікті мекенінде де, қай жерге барып түсіреміз? Кімде идея бар? Өзені бар, көлі бар, табиғат әдемі жерде түсіру керек деді. Қиялдамаңдар, онда жерді қайдан табасыңдар? Осы қаланың айналасында түсіреміз. Жоқ, табиғаты әдемі, көрікті жерге түсіруіміз керек қой. Жаңдер шеттік. Қайда? Осының бәрін шайшып отыр бағыдасайықшы. Мына жерде күшті кафе бар. Кеттік. Сен бізді өз түніңмен маевкаға апарасың. Айбат, біз сыныппен ешқандай маевкаға бармайтын болып. Шынымен ба? Жолым болмады ау. Әпке, сен ана киноға түсесің бе? Жоқ, түспеймін. Плутон, сізбен әңгіме бар. Босың ба? Да? Что случилось? Сенеш, сізбен де сөйлесу керек. Құлағым сенде. Так, сен екеуің артық болып тұрсыңдар. Жай, айтамыз ғой түсіндір. Бұлар менің інім сіңілім. Ой, кешіріңіз, өздерін нәмек түсінбейді екен да. Айбат, Айбала, бізді тастап тұрасыңдар ма? Біз сөйлесе алуымыз керек еді. Жарайды. Қысқасы былай, бізде видеокамера бар. Өзіміз режиссер болам. Бізге енді видео түсіретін оператор мен актриса қажет. Бір команда болсақ қалай болады? Супер идея. Как раз камераны қайдан табамын деп жүргенен, мен келсем? Кешіріңдер, бірақ мен түсе алмайтын сияқтымын. Маған рұқсат бермейді. Кім? Ата-анам. Жақсылап сөйлесіп көрсейші. Анам айттым, бірақ ол ондай бос тірлікпен айналыспа. Одан да маған мектепте көмектессін деді. Сонда аз да болса өзім ақшамды табасын деп. Сен әмнен айтсайшы. Бұл сайыста бас жүлдеге қомақты сыйлық бар. Сол бас жүлде алсақ, сол сыйлықты саған ақ берейік. Қазірше нақты айта алмаймын. Бірақ сөйлесіп көруге тырысамын. Енді дұрыс болды. Бопты ғой. Қай жерде түсіреміз оны? Ол жағын уайымдамаңдар. Мен осы жерден 20 километр жерде күшті жер бар. Табиғаты вау. Өзіме апарам сендерді. Мына байқау бар ғой, өзіме қызық болып бара жатыр. Давай, кеттік, дайындалайық. Вперед. Мә,
бүркіт қашан келеді екен? Тез-тез келсе болады ғой. Әлі зөнерге кіріп тамақтанып алу керек еді. Ой, оны қоя тұрш. Айтпақшы, алдында бүркіттің не істегенін көріп едің? Жоқ, айтпаймын. Ой, айтшы енді. Жоқ, айтпаймын. Айтсай? Шын ешкім айтпайсың ба? Иә. Шын айтпайсың ба? Ой, қойшы айтпайсың, айтпай. Еуапты айтам. Олжас, бүркіт демек жекпекші болды ма? Не болды көздерің бақырайып? Ештеңе. Қысқасы мен видеоны қайда түсіретінімді саққан сияқтымын. Кіріп тамақ жеп алайық, кейін нақты адресті айтам. Кеттік. Әке, Ау қызым, сізден бір нәрсе сұрайын деп едім. сұра. Сіз кішкентай кезіңізде кім болуды армандадыңыз? Мен бе? Мен бала күнімде суретші болуды армандадым. Үйдегі бос парақтардың бәріне шимақтап сурет салып тастайтын. Анам болса, ей, бос парақтардың бәрін неге сызып тастайсың деп, талай таяқ жеген күндерімде болған. Ал неге енді суретші болмадыңыз? Қызым-ай, әкем қарсы болды. Суретші болып, отбасыңды қалай асырайсың? Одан да басқа мамандық таңда деп. Содан ешқандай мамандықтың қолын ұстамадым. Таксист болып кеттім. Бірақ бұғанда Құдайға шүкір. Мына сендерді адал еңбегімен бағып жүрмін. Сол емес пе? Ал менің актриса болғым келеді. Бірақ қызым. Әке, мен актриса болуды өте қатты армандаймын. Шынымды айтсам, мен ешқандай ағылшын курсына барып жүрген жоқпын. Мен актерлік шеберлік үйірмесіне қатысып жүрмін. Білесіз бе? Актерлік шеберлік үйірмесіндегі ағай мені үнемі мақтайды. Сенен болашақта керемет актриса шығады дейді. Бірақ анам айтудан қорқам. Анам Айбат пен Айбаланы мен артына аңдытқызып қойған. Менің не істеп, не қойып жатқанын бәрін анам біліп отырады солар арқылы. Өзімді кейде қылмыскер секілді сезініп кетемін. Мен бұл жайлы білмеппін. Әке, бізде жақын арада фильмнен конкурс болмақшы. Соған қатыссам бола ма? Маған жүргізуші болсын деді. Егер де бас жүлдені алмасам, онда мен ешқашан актриса болам деп айтпаймын. Өтініш, әке, рұқсат етіңізші. Қызым-ай. Өтініш. Тоға! Сен басын жасай ма? Машина кегесін ба? Зато өзіміздің көлік батянку ғой, қалай? Ты чё, дурак, что ли? Полиция ұстап олса қайтеміз? Ей, уайымдамаңдар. Мен мынаны жабыстырмасам, алыстағы көрген полиция мені тоқтатпайды. Тоға, сен таза жынды екенсің ғой. Кеттік па? Қазір жинешкесін, жолға шығамыз. Меніңше жинешкемейтін сияқтым. Уже 1,5 сағат өтті ғой. Ну, вчера сөйлескенімізде ол маған келем деп айтты ғой. Келетін болса, қақта жүр осы уақытқа дейін. Кеттік өзіміз. Актрисаны қайтеміз. Жігіттер? Кешіріңдерші, мен жолда пробка қалып, сәл кешіп қалдым. Кеттік па? Сені келмейді деп ойлап едім. Болды, енді команда түгел. Енді ойым жоқ. Осы жерде естелікке суретке түсіп алайық. Фильмнің басы осы жерден басталады.
Плутон, камераны ретте. Тоға керек заттарды ал. Зинеш, міне текстерін. Команда, алға. 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 Жолда қалдық па енді? Я изначально білгем, что осындай болатын. Мына мартиш қайда машина айдап шықты? Оу, бірден жағадан алмаймыз. Көрейік, жүнделетін шығар. Походу мынан свечалар кетті. Багажникте новый бар, салсақ жүріп кетеді, өзіме өз. Айбат? Айбала? Не істеп жүрсің? Багажға қалай кіріп алғасыңдар екеуі? Кәдімгідей ашып. Оны сұратқан жоқ, қашан кіріп алдыңдар деймін? Саябақта сендер жаңа видео түсіруге кеткен кезде. Көліктерің бұзылып қалды ма? Қиын болған екен. Енді қалай барасыңдар, Онда сен жарым болмасын. Біз жай көмек керек па деп тоқтағанбыз, керек емес сияқты ғой. Иә, қажет емес. Бұлармен сөйлесіп, не уақыт жоғалып тұрмыз, кеттік. Иә, дұрыс айтасың, жоғымыздан қалмайық. Олар қайда бара жатыр? Біз баратын жерді қайдан біліп қойды? Может, өздері тапты сол жерді? Жоқ, ол мүмкін емес. Тоға сен айтып едің ғой, ол жерді көбісі білмейді деп. Көбісі білмейді, бірақ оларға мен айттым. Кешіріңдерші, әдеге емес, бүркіттің өзі басқашалап тұрады. Сайттан алғыр, Ештен кетпейді. Ең бастысы түсірілме режиссураға байланысты. Біз бас жүлдені аламыз. Я, команда, вперед, кеттік па? Қайда кете бересің? Ұзын, мынаны жүргізіп алайық та бірінші. Мартышка, сен сөйлемей ақ қойшы. Қойшы.
камера өткізші. Қай болды? Меніңше идеал. Енді жақсылап монтаж жасасақ. Ей, анау үшеуі қайда кеткен? Жүріңдер, ана жақта тоқан жылан шағып алды. Не? Шынымен жылан шағып алды деп ойлап қалсам. Ей, бұны пранк дейді, пранк. Тоқамен өте қызық болды. Балық ауладық, бірақ жібере салдық. Қырбақ асталағаның үші. Айбала мен айбатпен жүрсең, ішің пыспайды екен. Қалай? Бүгін жақсы жүргіздің ба? Ну, конечно. Маған съемка ұнады. Енді осыны жақсылап монтаждап өткізсек, бас жүлде біздікі деп ойлаймын. Аха. Ойбай. Бұлтон, жаңағы кадрларды көрсетші. Ай, момент. Ең маған не қыл? Не болды? Бәрі дұрыс па? Ішіндегі флеш қайда? Флешка? Мұнаң не екен білесіңдер ма? Флешка? Кәдімгі флешка. Вот именно кәдімгі флешка емес. Бұл флешканы мен ернарлар кино түсіретін камерадан алдым. Енді олар ертең кейін түсіріп, және оны монтаждап үлгермейді. Олар үлгермеді деген сөз, біз бас жүлде аламыз. Бүркіт, мұның не сенің? Біз арам жолмен жеңімпаз боламыз деметіп қой. Иә, бұл флешканы өздеріне қайтарып бере сал. Не дегенмен бұл олардың еңбегі ғой? Бұл сайыс, ал сайыста қандай әдіспен болсын жеңіске жету керек. Заттарын жинап болсыңдар, қайтайық. Ана жақтың бәрін қарадым, жоқ. Мен көрген жақтарда жоқ. Сумканы шүре тақтарым жоқ. Мен де таппадым. Қалай жоғалуы мүмкін? Жылан тістеп әкетті ме екен? Бәрі сен кесірінен. Жылан шағып алды деп пранк жасап, сен кесірінен анау камерасын тастап кетті. Оны жылан емес, мен және ондаған бүркіт алып кетті. Мыналарды жағаласып, інісінен үйде қалдырып кете алмадым ба? Осынша еңбегім зая кетті. Біз бәріміз команда үшін жүрміз. Ешкім ештеңкені әдейі жасаған жоқ. Кешіріңдер. Мен артып кетіп қалған жоқпын. Күн батуына әлі 2 сағат бар. Түсіріп үлгеретін шығармыз. Ей, камераның заряды өлді. Үші флешка жоқ. Енді екіншісін сабамайсың ба артығымен? Ей, мартышка, сен айтпай қош. Плутон, сен айфонмен жақсы түсіресің ғой. Качествосын көре жазамыз. Ең басты идея. Плутон, Зинеш дос айтады. Сен қолдан келеді. Тоға, керегі кезеттерді жина. Айбат, айбала, түсіретін локацияны реттеуге көмектесіңдер. Зинеш, жаңағыдан жақсы етіп жүргізуге тырысшы. Плутон, сен қолынан келеді. Команда, алға! Алға! Ана бір жеңімпаз болатын адам сияқты. Отбасыларымен келіп алды ғой. Көрейік, мүмкін болатын шығар. Қайда, не түсіріп үлгерді дейсің? Оны уақыт көрсетеді. Құрметті көрермендер, туған жерім көрікті мекенім атты қаламыздың туризмін дамыту мақсатында мектеп жасындағы балалар арасында ұйымдастырылған деректі фильмдер сайысы өз мәресіне жетті. Олай болса, жеңіске жеткен үздік фильмді марапаттап, жүлде қоры 1 миллион теңгені табыстайтын белгілі актер Дәурен ағамызға сөз кезегін береміз. Рахмет, рахмет. Армысыздар, құрметті ата-аналар. Бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Жақсы. Мен барлықтарыңыздың жұмыстарыңызды, киноларыңызды көріп шықтым. Шында да талаптарыңызға нұр жаусын, керемет. Бәрін талдап шықтым, қарап шықтым. Бәрі ұнады. Енді бұл сайыс қой. Бұл сайыс болғаннан кейін араларыңыздан бір топ алға шықты. Бұл сайыстың заңдылығы жеңіс бар, жеңіліс бар. Сол үшін де мен осы сайыстың ең үздік фильм номинациясын жеңіп алған топты
сахнаға шақырайын деп отырмын. Ол әрине режиссері, үздік фильмнің режиссері Ернар Амантайұлы, үздік жүргізуші Зейнеш Ахметова, үздік фильм номинациясын жеңіп алған Жерұйық тобын құттықтаймыз. Жерұйық тобы. Құтты болсын жеңістері. Жерұйық тобының үздік номинациясын жеңіп алған және кубогы да сіздердікі. Қыза. Мінекеңіз құтты болсын. Ал. Және бүгінгі байқаудың басты жүлдесі бұл әрине 1 миллион теңге! 1 миллион теңге. Құттықтап қойыңыздар. Олай болса, бүгінгі кешіміздің, бүгінгі сайысымыздың жеңімпазы киноның режиссері Ернарға келесі сөз кезегін берсек. Баршаңызға үлкен рахмет. Маған әкем үнемі айтушы еді. Бар еңбекті адалымнан істе. Сол кезде жемесі тәтті болады деп. Сол тәтті сәтін енді сезіп тұрмын. Бұл біздің команданың қаржылы еңбегінің арқасы. Осы фильмді түсіру барысында біз үлкен қиындыққа тап болдық. Алайда, жақсы адамдардың жанына үнемі жақсы адамдар табылатынына көзім жетті. Осы жеңісті барлық достарыма арнаймын. Арамды қалға баспайды, өмірді ластайды. Адалдық әрқашан жеңіске жетеді. Адамның өмірі бір жапырақ қағаз секілді. Қағазға не жазасын, соның нәтижесін көресің. Әр адамға бір ғана ақ қағаз беріледі. Оны таза етіп ұстау әркімнің қолында. Баршаңызға үлкен рахмет.